да маған. Енді мен экономист құппын ғой. Чилиде, Аргентинада, Бразилияда бір 3-4 ғасыр бұрын Испаниядан келген колонистер, конкистадордар, олар алды да, жерді бөліп алды да, өздеріне алып қалды, жеке меншік қылып. Бірнеше ғана отбасылар ғой, 10-15 отбасы. Енді 3-4 ғасыр өтті. Жер осы ана колонистердің ұрпақтарына ғана қалды. Жергілікті халық жерсіз, үйсіз, күйсіз бүгінге дейін қаңғып жүр. Оның кесірінен жастар не істейді? Үлкен қалаға барады. Буэнос-Айреске барады, басқа қалаларға барады, не істейді? Криминалмен айналысады, нашақормен айналысады, қыздарым немен айналысады, мен айтпай-ақ қояйын. Бірақ түсінікті. Ол айналып келгенде жердің мәселесі болды. Біз қазіргі таңда дәл осындай ахуалда тұрмыз. Егер біз, мысалы, жерді сатуға, жеке меншікке жол ашатын болсақ, онда басқа халықтың ұрпақтары сол жерге ешқашан қол жеткізе алмайды. Мен былтыр жер комиссиясында неліктен осы жерді сатуға, жеке меншікке қарсы тұрдым. Өйткені мировой опыт деп айтамыз ғой, оны мен білем. Құдай өз сақтасын одан. Бір. Екіншіден, біздің буынымыз қазір жерді қайтарып алмасақ, сіздердің ұрпақтарыңыз, немерелеріңіз, шөберелеріңіз бұл жер қалай кеткен білмей қалады. Рас па? Өйткені қалаға көшіп кетеді ғой. Бұрын осы жергілікті кімді айтып отырсыз? Гера ма, сонда жергілікті латифундистер бар ғой. Олардың ұрпақтарында қалады сол жер. Солай. Сонда біздің кешірім өтінем, ата-бабаларымыз Терещенко үшін қан төкті ма? Кулагинге, немесе мына Гера дейсіз ба? Гераның балаларына ғана балалары үшін қан төкті ма? Осы жер ақ найзаның ұшымен, ақ биліктің күшімен бізге аманат қалып отыр ғой. Сондықтан біз сол жерді, біздің буынымыз, сол жерді қайтарып алуымыз керек ағайын. Ол біздің басты мақсатымыз деп білемін. Ал енді сөз сізге. Қазір мен мына жазбаны тоқтаттым.